Баршаларыңызға белгілі, ертең 9 сәуір қазақ тілі күні боп белгіленді. Осындай айтулы қазақ тіліне орай ұйымдастырылып жатқан керемет эстафетаны қабыл алдым. Бұның барлығы тіліміздің діңгегін одан әрмен жоғарыға көтеру болып есептеледі. Осындай іс-шараға барынша үлесін қосып жүрген Нұржан Сошаұлына ерекше алғысымды білдіремін. Қаражал қаласының атынан өзім жалынды бір өзіндік шығармашылығымды, шағын кішігірім өлеңімді оқып берсем деймін. Жақындауға таппадым лайықты сәт, сенде мені күтпедің жайық құшақ. Арнасы тоғыспайтын қос үзембіз, шалғайдағы еділ мен жайық құсап. Сен жоқсың, болмай кетті жалғанда сән. Мен қайтем, сен өзгені армандасаң. Сенсіз өмір барады күзге айналып, тағдырыма көктем боп жалғанбасаң. Шертіп сен жүрегімнің нәзік қылын, жүзіңнен мына мендей назықтығым. Амалсыз мен отырмын ақ қағазға, жүдеген жүрегімнің жазып мұңын. Сені ойлап өткенде сағаттарым, амалсыз таусылады тағат халім. Қай жерде, қай жақта жүрсең дағы, жар болсын саған әркез жаратқаным. Қай жерде, қай жақта жүрсең дағы, жар болсын саған әркез жаратқаным. Рахмет.